Сәлем. Сіздермен Анара Қарат, және біз ағылшын тілін оқуды армен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бөліскім келіп отқан жақсы бір жаңалығым бар. Мен Тараз қаласында өзімнің алғашқы ағылшын тілі мектебін аштым. Барлық сұрақтар бойынша астындағы номерге хабарласыңыздар, немесе мен Instagram парақшамнан бүкіл мағлұматтарды алсаңыздар болады. Бүгінгі сабақта ағылшын тілінде сағатты қалай айту керектігін үйренеміз. Вот все, что тебе нужно знать. Запускай. Ағылшын тілінде сағат қанша болды деп екі түрлі сөйлеммен айтсаңыздар болады. Біріншісі, what time is it? What time is it? What time is it? Және екінші сұрақ, what's the time? What's the time? What's the time? Тура, дәл 00 болған сағатты айту үшін ағылшын тілінде o'clock сөзі қолданылады. O'clock. Яғни, тура 12 болды. It's 12 o'clock. 5. It's 5 o'clock. It's 7 o'clock. It's 10 o'clock. Және тағы сол сияқты. Ағылшын тілі мен қазақ тілінде сағат айту бір-біріне ұқсас келеді. Сондықтан сіздерге қиын болмау керек. Вот это поворот! Бірнеше сөздер үйреніп алу керек сіздер. Бірінші сөз past. Past. Кетті деген мағынаны білдіреді. Ал қалды деп айту үшін to сөзін қолданасыздар. Енді минутпен қосып айтып көрейік. Мысалы, сағат 12-ден 5 кетті деп айту үшін бірінші минут айтамыз, кетті, және содан кейін сағат. Сонда ағылшын тілінде it's 5 past 12. It's 5 past 12. It's 5 past 12. Дәл солай, 3-тен 10 кетті. It's 10 past 3. It's 10 past 3. 7-ден 25 кетті. It's 25 past 7. It's 25 past 7. It's 25 past 7. Енді қалды деп айтып көрейік. Мысалы, 8-ге 20 минут қалды. It's 20 to 8. It's 20 to 8. Қайтадан it's, минут, қалды деген to, және сағат. Тағы екі сөз үйрену керекпіз. Біріншісі quarter. Мағынасы 15 минут. Яғни негізінде quarter деген сөз ширек деп аударылады. Яғни 4-тен 1 бөлігі. 60 минуттың 4-тен 1 бөлігі 15 минутқа тең. Quarter сөзін кейде a quarter деп айтсаңыз да қате емес. Екі нұсқасы да дұрыс. Мысалы, сағат 9-дан 15 кетті деп айтқымыз келсе, it's a quarter past 9. Немесе, it's quarter past 9. A quarter. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Келесі сөз half. Жарты деген мағынаны білдіреді. Яғни 60 минуттың жартысы 30-ға тең. Сондықтан 30 минутты ағылшындықтар half деп айтады. Жазылуында L әріпі бар болғанмен, оқылуында ол әріп тасталып кетеді. Сағат 10:30 болды. It's half past 10. It's half past 10. Сағат 11:30 болды. It's half past 11. It's half past 11. Бүгінге осы. Сау! Мысалы, сағат 12-ден 5 кетті деп айту үшін. Ал енді 12-ден 10 кетті деп айту үшін. Бүгінгі тақырыпқа мен ағылшын тілінде сағатты қалай айтуға болатыны жайлы алып тұрмын. Бүгінгі тақырыпқа мен ағылшын тілінде сабақ